2019 жылдың 10 желтоқсан күні 10 сағат шамасында мен осылай үйден шықтым. Мына қызыл Хонданың орнында ескі бір көлік тұрды. Ішінде сол Өтепов Мейірбан отырды. Азаматтық киімде. Мен шығып едім, маған қаратты, тесіліп, бірақ қолыммен бетін бүркеп жапты. Басында мен күдіктендім, мен артынан аңдыған кісі ма деп. Содан қарапайым көлікке қарап, азаматтық киім кигенде мән берген жоқ, былай өттім. Былай өте бергенде бәрібір күдігім болды, тоқтадым да машинаның жүргізушісіне қарадым. Қол, жұмысшының қолы сияқты, ауылдан келген адамдар сияқты. Сөйтіп, күдіктенбей жүре бердім. Осы жерге, осы үйді бұрышынан бұрылып, былай жүре бергенде, сол Өтепов артынан енді полиция киімін киіп, Сейдахметова тоқтаңыз дегенде, мен қашайын деп, осы жерден тоқтап, қарға жүгірейін деп, ол мені осы жерге, мына жерге келді, құлатты осы жерде. Мысалда осы жер. Сонымен мына тұрғындарды тұрғызып, түсіріңдер, мені видеоға көрсетіңдер, ғаламтор желісіне салыңдар деп жылап айғайлап едім. Олардың бәрі атқып тұрып түсірді.